Sahabalar Peygamber sallallahu aleyhi ma hatabana Rasul sallallahu illa qal. Peygamber kaçan montu hutbaga çıksa ar bir hutbada uşunu aytçı öyle deydi. Emnen aytçı eken ar bir hutbasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la imana men la amanata lah. Amanatçılığı жоқ адамдын, аманатқа бекем болбаған адамдын иманы жоқ дейді. Вала дина лиман ла ахдаля. Уадасында турбаған адамдын дини жоқ дейді. Көңіл бір урматты мұсылман бір туған. Аманатқа бекем болбаған адамдын, аманатқа қиянат қылған адамдын иманы жоқ. Уадасында турбағандын дини жоқ дейді. Бүгін урматты мұсылман бір туған, негізгі мәселе өзімле аманатқа бекем бололы. Аманатқа қиянат қылбайлы. Айрықша бүгін бармағымен отырған журналистер дейбіз бі, блогерлер дейсің бі, сөз сенің мойныңда аманат. Аллах Тааланың астына барып, шерменде бол отырған нәрсені жазбағын. Қалемгерлер бұл қалемменен жазу әркімнің қолдан келбейді. Китеп жазу, же бір мақала жазу әркім қолдан келе тұрған нәрсе емес. Аллах саға аманат қылып берді. Ошондон Аллах Таала Қалам сүресінде, кереметті Құранда Қалем деген сүре бар. Қалем сүреде мындай дейді Аллах: "Нун вал қалами ва ма ястурун." Ант ичемин қалемге жана қалем менен жазылған нәрсеге ант ичем дейді. Жазыла тұрған нәрсе өтө баалуу экен. Ошондон эртең кыяматта шерменде боло турган, сени дозок алып бара турган туш келген нерсени жаза бербе. Жалаларды, курдомотту, жалган калп нерсени жаза бербегиле, урматтуу мусулман бир туган. Биз өтө кыйын болуп кеттик да. Үйүндө келип бала чакасыга, өзүнүн баласына, өмүр жолдошуна бир адеп, ахлак, уяттуулук, намустуулукту тарбия бере албайт. Ааламга эме иликтөө жүргүзөт да. Саясатчы, политолог. Бу эмне болуп кеттик биз? Ар бир эмели кыйын да. Бирөөлөгө баа берген, башка кылган, иликтөө жүргүзүп башка кылып эле. Келиңиздер урматтуу мусулман бир туган. Бир нерсени жазуудан мурда, сүйлөштөн мурда Алладан коргойлу.